балалар, сәлеметсіздер ме? Бүгін балалар біздің басты ойынымыз хан талапай ойыны. Хан талапай ойынның мақсаты балалар сендерді жылдамдыққа, шапшаңдыққа, ептілікке тәрбиелейміз. Балалар сонымен қоса бұл ойынның мақсаты мен сендерге ішінде ерекше қандай қызыл асық бар. Ол асық хан асығы деп аталады балалар. Осы асық кімге түссе, сол бала хан бірінші ойынды тастайды. Жақсы ма балалар? Ал балалар мен сендерге асықты жерге тастаймын. Асықтаймын, бәрін тастаймын. Сосын сен асықты жинаймын балалар. Хан талапай кәні балалар. Асық қалтал алдамдарды. Кәне балалар, сала қойыңдар. Ал балалар, қарайықшы, қызыл асық кімге түсті екен? Ал қараңдар, қызыл асық, хан асығы кімде екен балалар? Кімде екен хан асығы? Ал кімде екен? Кәне бәріміз қарайық. Сенде де жоқ па Мағди? Кәне кімде? Жоқ, сенде қызыл асық бар ма? Хан асығы, Мағдида тұра қой Мағди, ондай болса ойынды Мағди бастайды. Қызыл асық, қызыл хан асығы біздің Мағдидан шықты. Енді ойынды Мағди бастайды. Кәне Мағди бастай қой. Ай, мамай, жинай ғой. Енді өзің жинамалысы болды. Әкел енді мына жағынан кел. Тағы да атасын. Қызыл асық маған бересің. Тағы да бір анасымен атасын. Кәне екінші рет атасын. Тағы да ғой. Ой, болмады. Жинамалы ғой. Атаға сала атасын ғой. Біреумен атасын. Тағы бір асығыңды алып білмей. Ата ғой тағы да. Ай, болмады. Келесі келі ғой. Ана қойылмайды. Келе ғой, бір жаққа шығыр. Ана қойылмайды. Ал оспан, жиналы ғой. Келе ғой, тағы жатқансың. Ай, келесі балаға кезекке. Қағасымызды санайық. Сенде біреу екен, сенде біреу екен, Мағдида үшеу екен. Қазір қарай тағы. Сенде не сасып бар екен? Төрт асық бар екен. Сенде қанша асық бар екен? 5 асық бар екен сенде. Бізге жеңіске жеткен Алдияр мен Мағди келе ойнап мен жаныма. Жеңіске жеткен Мағди мен Алдияр.